Кейіпкерлер аудио кабинетте түнеп шығады. Ертесіне полицияға хабарласайын десе, қалталарынан телефон таппай қалады. Чон Сан және Су Хёк екеуі телефон іздеу мақсатымен басқа сыныпқа терезе жағалап баруға тырысады. Ертеректе Гвинам және компания кибербуллинг пен пуллингті қосып, Инжи Кекілбаеваны ұстап алып, шешіндіріп, оны камераға түсіреді де видеоның жүктелуін таңғы сағат 9-ға жоспарлап қояды. Сол уақытқа дейін Гвинам екі оқушыға тиын жинап беру керек, әйтпесе видео Facebookқа тарап кететінін айтып, тізесі шыққан рекетерлік әрекет жасайды. Сабақта Гвинам Инжидің артында отырып, арқасына бүлдіршіндер «Папам, не?» дейтіндей сөздер жазып, әбден мазасын алады. Оған амал таппай шыдамаған Инжи сабақтан соң ғимараттың төбесіне шығып, жалғанның жаһаннамына жаны шыдамай тезірек о дүниеге қайтқысы келеді. Иә, мұндай суицид өмірде жастар арасында көптеп кездесетіні өте өкінішті. Содан артынша Чоль Су кіріп қалып, жан тапсырайын деп тұрған Инжиді перездачаға қалдырады. О, кейіпкер өлмейтін болды деп жақтасып отыруымыз 1-2 минутқа созылып болып еді. Бұл оқушы қайтадан ырбиып өз әрекетіне кірісе бастайды. Бір кезде түсініксіз себептермен оның орнына астыңғы қабаттардың терезесінен секіріп жатқан оқушылар Инжидің түсінбестік сіресіп қалуына әкеп соғады. Сөйтіп Инжи мен Чоль Су ұзақ уақыт төбеде отырумен болады. Таңға жуық Инжи 9-да ұятсыз посттың таралатынын түсініп, дереу жанын шүберекке түйіп, астыңғы қабатқа түсіп телефондарды іздеп, видеоның таралып кетпеуіне жол бермеудің жолын ойластырды. Ал Чоль Су қорқып, үстінде отыра беруді шешті. Жол жөнекей Инжи зомбиларға таланып, өзі ерекше түйсігі бар метист құбыжыққа айналады да, телефондар сақталған сыныпты тауып алып, соларды сындыра бастайды. Білмеймін, бірақ бұл әрекетінен ол видео жүктелмей қалады деп ойлады ма, әлде телефондарды Facebooktың бас серверімен шатастырды ма, жалпы кейіпкердің бұнысын түсіне алмадым. Чон Сан мен Су Хёк дәл сол сыныпқа кіріп, бүтін қалған телефонды алуға тырысады. Зомбилардың шабуыл кесірінен екеуі екі жаққа ажырап, бір-бірінен адасып қалады. Ал телефон Чон Санның қолында қалады. Чон Сан дәлізбен қашып келе жатып, директордың кабинетіне тап болады. Сөйтіп ол Гвинамның директорды өлтіріп, қаншер қылмыскерлік дәрежеге жеткен көрінісіне куәгер болып, видеоға дәлел әрі естелік ретінде түсіріп, Гвинамды құттықтайды. Пышақ ұстаған самурай сұмырайлық танытып, дәлізде Чон Санды қуалап жүріп, қыз жібектегі Бекежан сияқты арқасына қару қадайды да, Чон Санды өлтіріп, телефонды тартып алады деп ойлап қалатындай серия ұялмай осы жерден бітіп қалады. Бірақ келесі серияда пышақ қырымен тигені анықталып, Чон Сан да жан тапсыра алмай перездачаға қалады. Содан кітапханада фильмнің ең керемет тығыл, қаш, мін, секір, сен құлат, мен құлатам, сөйтте кітапқа көміл дейтін экшн сценаларын тамашалаймыз. Нәтижесінде Гвинам енді сол көзімен ештеңе көре алмайтын болып шығады. Сөйтіп Чон Сан сыртпен байланысқа шығады. Бірақ мына пысықтар бүкіл байланысты өшіріп тастағандықтан ол ешкіммен хабарласа алмай, айқайы алқымнан алып ауыздан атып шығады. Басқа жақта жасыл бантик, яғни Вон Чоның құтқарушы болып қызмет істейтін әкесін көрсетеді. Ол дәл қазір парламент мүшелерін ғимараттан алып шығумен айналысып, қол тимей жатады. Соджу өрт сөндіруші лаңғысымен қаруланып, дәліздегі бүкіл зомбиларды шомылдырып, саясаткерлерді төбеге алып шығады. Ол жаққа тікұшақ келіп, бұларды арнайы карантин аймағына алып кетеді де, вирустың қыр-сырын зерттеп бітпейінше бүкіл аман қалған Хёсан тұрғындарын сол жерде уақытша ұстап отырады. Вон Чоның әкесі Соджу қызын құтқарамын деп күзетке білдірмей аймақтан қашып кетеді. Ал дыбыс бөлмесінде қамалған оқушылар, әсіресе ұлдар, енді қай жерге дәрет сындырарын білмей, терезеден білдіруді ойластырады. Бірақ кейбіреулері кесіп алады деп ойлады ма, білмеймін, әйтеуір қарсы болып, көрші студияны дәретхана етіп жариялап, қолдан унитаз жасап сол жерге әтірлерін себеді. Детектив Бёнчаннан біраз мағлұмат алып, бәріне осы кінәлі екенін біліп, оның жағасын ұстайды. Бёнчан оған әлі вакцина ойлап таба алмағанын айтып түсіндіреді. Кейіннен биолог детективқа кабинеттегі ноутбукта вирус туралы мәліметтердің сақталған жайлы айтады. Содан екеуі зомбо шабуылға тап болады. Бёнчан өзін құрбан ету арқылы Че Иканы құтқарып қалады да, өзі біртүрлі сабырлы құбыжыққа айналып, осы бойда бұл зомби ағай бірінші маусымның радарынан көрінбей қояды. Әлгі телефондарды сындырып жатқан Инжида тістелген соң ерекше зомбиға айналып, қатты қарны ашқандықтан ол кезінде бұның зорлық зомбылық құрбаны болып жүргенін біле тұра, шара қолданбаған мұғалімді тауып алып, оған зорлық зомбилық жасап, қазы қартасынан ауыз тиеді. Ертеректе бәрі басталмай тұрып, бір оқушы мед бөлімшеге барады. Бірақ алғашқы науқастың кесірінен бұл қыз шетте қалып кетеді. Кейініректе бұл оқушының жүкті екені анықталып, бір дәретханаға барып сәбиді дүниеге әкеледі де, байқаусызда өзін зомбиға тістетіп алып, баласын кафеге әкеп, орындыққа жатқызып, шақалаққа зиян тигізбес үшін өзін сау кезінде есікке байлап тастайды. Мектепте Чон Санның не өлі не тірі екенін білу үшін кейіпкерлер дронның көмегі арқылы ғимараттың төңіректері мен сыныптардың ішін іздеп, Чон Санның қай жерде жүргенін байқап, бүкіл мектепке жария етуші аудио құрылғылармен "Сен отыр, біз барамыз" жоспарын айтып, Чон Санның құлағын хабардар етіп қояды. Оны естіген Гвинам да шетте қалмайды. Оқушылар жариялағышқа әуенмен хорды қосып, зомбилардың назарын акустиктерге еліктіріп, өздері тып-тыныш Чон Сан отырған сыныпқа бара жатқанда Намраны Гвинам тістеп алады. Ал ертеректе Гвинамды зомбилар тістегенде бұл сорлы да жартылай құбыжыққа айналып, бойында аса күштілік пен жылдам регенерациясы бар, аш болса адам жейтін супер зомбиға айналған етін. Сол себепті ол Намраны тістегенде ол да аталған қасиеттері бар құбыжықтардың түріне ие болады. Бірақ бұл өзінің ұстамдығы және сабырлығымен ерекшеленеді.
белгіленеді. Содан бұлар тағы бір жоспар құрып, шұбырған зомбиді бір жерге үйу арқылы кейіпкерлер мектептің үстіне қарай жылжиды. Баспалдақпен көтеріліп келе жатқанда алдарынан қайтадан Гвинам шығып, кейіпкерлерге кедергі келтіреді. Бір кезде тура өзіндей құбыжық Намра Гвинамның алқымынан көтеріп құрар деп қоразды әрмен қарай лақтырып жібереді. Сол уақытта кезінде бәріміздің мектеп өртеніп кетсін деп тілейтін балалық арманымызды Инджи жүзеге асырып сыныпты өртейді. Сонда өртті сезген дабыл жүйесінің орындалуынан есік автоматты түрде ашылып кейіпкерлер төбеге шығады. Алайда Чольсуды құтқарып ұшып кеткен тікұшақ бұларды байқамай, Казвойстың видеосы ұзақ болсын деп сериалды тағы 3-4 сағатқа созады. Уақыт өте келе кейіпкерлер тозақтан құтылу амалын ойлап неше түрлі іс-әрекеттер жасайды. Түнде Гвинам дымын шығармай оқушылармен компания құрғысы келіп, бәрімен спарринг жасап төбелеседі. Бірақ құлаудан жалықпайтын Гвинамды Намра алады да бұл жолы сальто айналып құлауды үйретеді. Сол сәтте Найон іште тығылып отырып, жасаған арамдықтарына өкініп, тәубеге келіп, басқа оқушылармен бөлісу ойымен қолына нан мен сусындарын алып, бөлмеден шығып бара жатқанда, құбыжықтардың атаманы келіп, Найонға наез жасайды. Детектив жол-жөнекей біраз жақсылықтар жасайды. Жас курсантты құтқарады. Кафеге келіп шақалақты құшағына бүркейді. Шешесі зомбиға айналған кішкентай қыздың көз жасын сүртіп қашып бара жатқанда, тағы бір еріккен блогерді аман алып, барлық автобусқа мініп келе жатқанда велосипедтегі Инджиді бір қағып, үсті басын екінші мәрте қағып, орнынан тұрғызып, барлығын лагерге алып келеді. Детектив карантинда отырып, әскерге Бьончанның ноутбугындағы мәліметтер жайлы айтып түсіндіреді. Олар өз кезегінде арнайы отряд жұмылдырып, мектептегі ноутбукты алып келу және аман қалғандарды құтқару операцияларын орындайды. Отряд мектепке келгенде ғимараттың үстінен оқушыларды байқап, оларды тікұшаққа көтере бастайды. Бірақ сол сәтте лагерде Инджи Чольсудың әкеп берген тамағын менсінбей, өзін тістеп алып ашқарақтық танытады. Әскерлер қызды ұстап алып, оның табиғатын зерттейді. Сөйтсе, кейбір құбыжықтар Гвинам, Намра, Инджи сияқты жартылай құбыжыққа айналып, бетіне маска киіп аштық есінен адастырса, сол бет пердесін шешіп тастауға дайын болады екен. Бір сөзбен айтқанда, науқасты сау адамнан ажырата алмайсың. Оны байқаған әскер басшысы құтқарушы топқа ешкімді құтқармаңдар, көрінгендерді атыңдар деп бұйрық береді. Бұлар өз кезегінде көз алдындағы қарғадай оқушыларды атуға батылдары жетпей, барлығын тастап ұшып кетеді де көрермендердің көз жасын сығып алады. Ойлаңдар, жап-жас болып неше түрлі қорлықты көрді. Түбінде шұбырған күшіктер сияқты бәрін осылай тастап кетеді. Жынды сияқты бір кезде жаңбыр жауып кетеді. Оқушылар зомбилардың дыбысқа сезімтал екенін түсініп, құлақтарын алдау мақсатымен төмен түсіп көрші елді мекенге аттанбақшы болады. Жолда зомбиға айналып кеткен Чонсанның шешесін көрсетіп, фильм аянышты кадрларын аямай көрсете бастайды. Гвинам 4 оқушыдан ажырап кеткен садақшыны жеп, Чонсанның қайда жүргенін біліп алып, артынша бұның да дәмін татып көреді. Ал негізгі кейіпкерлер әлгі садақшы топпен кездесіп, барлығы спорт залға барады. Найзағайдың жарығы ол жердің өте қауіпті екенін білдіріп жарқырайды да, қоймада ешкім жоқ, сол жаққа тығылыңдар деп күркірейді. Оқушылар ішінде отырып торланған сөрелерден қалқан құрастырып, кейбір достарынан айырылып сыртқы есікке жақындайды. Ончо құлыпталып тұрған есікті аша алмай ұрып жатқан кезде, ар жағынан оның әкесі ашып, барлығын алып кетеді. Бірақ ол да өзін құрбан қылып, оқушылардың амандығын ойлап, Казвойстың форматына сай келмейтін әрекеттерін көрсетіп, аянышты сәтімен бөліседі. Кейіпкерлерге енді соғылып бітпеген ғимаратта құрылысшы зомбилар шабуылдай бастайды. Оқушылар олардан қашып құтылып, құрылыс жұмыстары өтетін қазақшасы жоқ нәрсенің үстіне шығып алып отырады. Сол уақытта әскерлер ноутбукты көріп, Бьончан қандай вакцина ойлап тапса да, барлығы нәтижесіз аяқталғанына көз жеткен басшы, ұсталған зомбидің кейбір дыбыс жиіліктеріне сезімтал екенін байқап, бір айла ойлап табады. Ол былай деген тиісті ультра дыбысты дронға іліп, барлық ғимаратта көрінбей жүрген зомбиларды еліктіріп, ашық аулаға жинап, үстінен ракетамен жарып тастау. Бұл нысаналардың ішінде Хёсан мектебі де бар. Ол кейіпкерлер отырған құрылысқа жақын орналасқан. Намраның вирус сыйлаған тыңшылығы қозып, небір өсектерді естіп, құлағы шыңылдайды. Сөйтсе бұл өсек емес, ликвидация жайында хабарлау екенін түсінген Намра, бұл жерден тезірек қашу керек екенін айтып, достарына ескертеді. Бірақ бұлар төмен түсейін десе қанаты жоқ, ішімен түсейін десе зомби көп. Не істейді? Мә саған деп Гвинам бұларды тауып келіп, Чонсанды тістеп алады. Дронның дыбыстарына шыдамаған Гвинам осы сәтте әлсірейді. Соны пайдаланып Чонсан оны 667 рет биіктен итеріп жібереді. Чонсан зомбиға айналатынын түсініп, бәрімен қоштасып, басқаларды құтқару мақсатында ғимараттағы бүкіл зомбиді өзіне шақырып көздерін аулайды. Қалған оқушылар қашып құтылады. Гвинам мен Чонсан төбелесіп, ақырында қораз арманына жетіп Чонсанның көзін ағызып тынады. Сол кезде жою бұйрығы орын алады. Ракета барлық зомби үймелеп жүрген жерлерді жермен жексен етеді. Оның ішінде мектептің отқа боялып жатқаны да бар. Чонсан мен Гвинам да оттың фонында вальстарын орындап күл талқан болады. Бірақ соңында олардың денесін анықтап көрсетпейді. Мүмкін екінші маусымда бір жерден шығып қалар дегендей ой қалдырады. Әскер басшысы жасаған шешімдерін өз мойнына алып, орнына басқа біреуді тастап, кінәға батқан сезіммен өз-өзін ат тастайды. Оқушылар жарылысты алыстан аңдиды да көрші ауылға жылжиды. Ол жақта да өмір бал емес. Аман қалған зомбилар оқушыларға шабуылдап, садақшы Харидің ағасын тістеп алады. Намра оның зомбиға айналып жатқанын көріп өлтіреді де, өзінің бойынан маза бермейтін ашқарақтықтың белгілерін байқап, жыртқыш айуанға айнала бастайды. Соның
салдарынан ол топтан ажырап, бөтен адамның денесін жеп тұрған жерінен Сухёк пен Ончо көріп, оны байқап қояды. Өзін өзі ұстай алмаған Намра Ончоға шабуылдайды. Сухёк оны залалсыздандырайын деп тұрады да, қимастық сезіммен бір орында қатып қалады. Ончо тістесең тісте деп өз мойын тосады. Намра есін жиып, тістеуден бас тартып, ешкімге зиянын тигізбес үшін тұманның арасына қашып жоқ болады. Біраздан соң қалғандары әскерлердің назарына түсіп, карантин аймағына жеткізіледі. Арадан біраз айлар өтеді. Әскерлер қалған құбыжықтарды тазалап, қаланы қалпына келтіре бастайды. Ончо өз қайғысымен достаса алмай, күндердің бірінде аймақтан алшақтап, алақандай болып көрінетін мектептің үстінен жанып тұрған шоқты байқайды. Оның Намра екенін түсінген Ончо Сухёкпен ой бөлісіп, ешкімге айтпай екеуі сол жерге баратын жоспарын құрып, кездесетін жерін келісіп алады. Келесі күні ешкімге айтпа деп бір-біріне таратқан достар шұбырып, Намраны іздеу мақсатында өз мектептеріне барады. Сөйтіп үстіне көтеріліп, зомбиға айналам деп құлпырып кеткен Намраны кездестіреді. Намра өз сияқты бір қатар құлпырған аман қалған зомби достар жайлы айтады. Бір кезде кейіпкерлер бір жерге қарайды, ал камера сол жерге қарамай біздің қанымызды ішіп, бірінші маусымда аяқтап, түрлі сұрақтарымызбен көрермендерді жайына қалдырады. Болды.